Сәлем достар, сіздермен бүгін білімді рулет жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға сахарды қосып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жылы сүтімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызға қопсытқышты қосып араластырып алып, жаңағы сүтті массамыздың үстіне аз-аздан қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды қосып араластырып болғаннан кейін, сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан кейін массамызды 2-ге бөліп, 1 бөлігіне какао қосып араластырамыз. Содан кейін дайын болған массамызды 2 жағынан қызартып, жақсылап пісіріп аламыз. Дайын болған блинларымызды алып, оның үстіне қалған кремімізді жағатын боламыз. Менде сливкамен жасалған крем. Оны алмастырып, немесе варенье жағып, немесе джем сияқтыларды жағып ауыстыруға болады. Видеодағыдай жағып болған соң ортасына жеміс-жидек немесе осылай шоколадтар сеуіп әдемілеуге болады. Кремімізді жағып болғаннан кейін рулет етіп ораймыз. Сосын сыртынан пищевой пленкамен немесе салфанмен қаптап, холодильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Рулетіміз дайын ас болсын.